Әлемде ең көп қолданатын наркотиктердің бірі кофеин болып табылады. Жылына 100 000 тоннаға жуық кофеин қолданылады. Салмаққа есептеп шығатын болсақ, 14 Эйфель мұнарасымен бірдей. Кофеин, кофе, чай, тіпті газды сусындардың құрамында кездеседі. Бізге сергектік сезім беріп, организмде қан қысымын жоғарылатады. Кофеин қалай организмге сергектік сезім береді? Кофеин организмде орталық нерв жүйесімен байланысады, онда ұйқы шақыратын молекула аденозинді тежейді. Біздің миымыздың нейрондарында арнайы рецепторлар болады. Аденозин молекуласы осы рецепторлармен байланысып, биохимиялық каскадтық реакцияны активтейді. Өз кезегінде нейрондардың жұмысын баяулатып, миға сигналдың келуін азайтып, организмде ұйқыны шақырады. Ал кофеин осы аденозин рецепторларымен байланысып, оны блоктап, орнына отырып алады. Кофеиннің пайдасына келетін болсақ, ол Паркинсон, Альцгеймер, кейбір рак ауруларын алдын алады. Сонымен бірге май жағуға, майды ыдыратуға көмектеседі. Бұған дәлел 1972 жыл мен 2004 жылдар аралығында Олимпиадаға қатысу үшін қатысушылар арасында қандағы кофеин деңгейінің жоғары болу керектігі туралы талап қойылған. Сонымен бірге оның зиянды жақтары да бар. Кофеинді көп тұтыну организмде жүректің соғу жиілігін, қан қысымын арттырып, сонымен бірге судың тез шығып, яғни кіші дәретке көп баруға шақырады. Біздің организміміз кофеинге үйреніп қалуы мүмкін. Аденозин молекуласы осы рецепторлармен байланыса алмағаннан кейін біздің миымыздың нейрондарында басқа жаңадан рецепторлар пайда болуы мүмкін. Солай аденозин өз жұмысын атқара береді. Сол үшін бізге көп мөлшерде кофеин тұтыну керек болады. Ал егер біз кофеиннен бірден бастатып тоқтатқан жағдайда біздің мазаның кетуі, бас ауыру сезімдер пайда болады.